Запись басталды. 20 номердегі есеп. Есепті оқиық. Мұқият бірінші есепті оқып алыңдаршы. Маған айта қойыңдар. Потом түсіндіріп. Бірінші сөйлемді оқиық. Бірінші сөйлемді оқығанда не берілген екен бізге? Мұнда не берілген ғой? Порядок қалай еді? Дұрыс, sequence. Яғни бір какой-то ряд чисел берілген, да? Ряд. Дұрыс па? N деген түрі деген. Бүтін сан. Иә, бүтін сан, именно нені білдіреді ол болса порядокта? Позициясы. Дұрыс, позициясын білдіреді. Яғни ол деген не? Жалпы біз көптеген реттер бар. Обычный ретті білеміз, бірден бастап кете береді. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5 деп кете береді дальше. И оларда бір заңдылық болады да, рет дегесін бір заңдылық болады. Мысалы, мына ретті тарих 1, 3, 5, 7 де қандай заңдылық? Тақ сандар ғой бәрі. Тақ сандар бар. Яғни формула қалай? Формула, мысалы, n, там, допустим, +2 десек болады да. Қалғандары, мысалы, n, қалған барлығы, точнее, n плюс 1 десек болады просто так. Яғни, n-нің өзі неден басылады? N 0-ден басылады, и дальше қозғала береді. Міне, n плюс 1, n плюс 1, n плюс 1 кете береді, солай ма? N деген не? N деген оның позициясы. Мынау деген 0-ші сан, 1-ші сан, 2-ші сан, 3-ші сан, и дальше кете береді. Келісесіңдер ма? Солай. Қарасақ болады. Так, енді, мына жерде көріп тұрсаңдар, n деген етті бағанағыдай санның нешінші тұрғанын білдіреді. Яғни позициясында 1-ші сан бар, 2-ші сан бар, 3-ші сан бар, и 4-ші сан дальше кете береді. Мына функция, как раз бағана біздің заңдылықты көрсетеді. Мысалы, 1-ші сан неге тең? Айта қойыңдаршы. Бірақ формуласын айтсаңдар ол. Просто n-нің орнына 1-ді қоямыз ғой, е? Иә, дұрыс, дәл солай. Просто n-нің орнына 1-ді қоямыз. Дұрыс па? Сөйтіп бесконечно жалғаса береді осылай. Енді сұрақтар не табу керек тут? 10 мен 14-ші позицияның арасы бір-бірінен қанша есе процентқа үлкен екенін табу керек. Дәл солай. Міне, осындай сандар бар дейді. Бесконечно кете береді. Мына жерде бізде мысалы 10-ші сан бар дейді. Мына жерде 14-ші сан бар. Бізден қарайық не дейді? The value, яғни мына 14-ші позициядағы сан бар, соның мәні бар дейді. Is, міне, осындай процентке не дейді? More деп тұр, көбірек деп тұр, көбірек. Не дейін көбірек деп тұр? 10-ші позициядағы саннан. Окей. Енді формуласын айтып берші, 10-ші позициядағы санның формуласы қалай? Ана жерде f10 тең 7 көбейтілген 20-ның 44-тен 4-тен 10. Дұрыс. 10, яғни просто 2,5 жесек болады. Дұрыс па? Мұнан айтыңдар, мынанікі қандай? 7 көбейтілген 20-ды 44, 4-тен 14. 4-тен 14 еті бізде 3,5. Қателеспесем 3,5 болды. Түсеміз ба? Енді қарайық. Мына сан мынадан қанша пайызға көп деп тұр? Белгісіз. Бірақ оны спокойно тауып болады. Енді мен сендерге бір тактика бар, оны олимпиаданың оны көп жерде қолданылады. Ол деген бір қиын жағдай беріліп, оның частный случайын қарау. Яғни частный случай деген оңай түрін қарау. Мысалы, дәл осындай есепке бір аналогия келтірейін, бірақ өте оңай аналогия. 3 и 2. 3 2-ден қанша пайызға көп деген сұрақ. Мысалы. Соны айтыңдаршы. Ойланып қарай.
Ноқа. Мгм. Екіден қанша көп екен? 67 ма? Что-то я университет. Ну, это смотри, как пишет екен. Әне қарайық, просто 3 2-ден нешеге көп? Нешеге көп? Бірге. Оны қалай таптыңдар? Ну, это ең гениальный Азайттық. вопрос. Екі. Енді бір шықты. Дұрыс па? Жалпы біз изначально санағанымыз изначально 2 болды. Бұл жалпы енді любой бүтін нәрсені 100% деп қарастырамыз, дұрыс па? Мынау 100% болса, 1 деген неше пайыз? 50. Молодцы, логично. Оны былай таптық. 1 бөлінген 2 келісесіңдер ме? Мгм. 50%. Значит, 3 2-ден нешеге көп екен, неше пайызға көп екен? 50%. Дұрыс. 50% көп. 50%. Түсіндік па есепті? Иә. Яғни формула қанша пайызға көп табасың? 3 бөлінген 2 азайтылған 2-нің өзі, потому что біз 2-нің өзімен салыстырып отырмыз. 2-ден неше пайызға көп мынау? Яғни 1 деген не? Олардың разницасы. Разница не difference between мына 3 пен 2-нің арасында, дұрыс па? И сол деген неше пайыз алады? Біз соны табуымыз керек екен. Так. Оқушылар дауысым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Қатып жатырмын ба деп қорқып қалып едім. Міне. Сонда формула міне осындай екен. Көріп тұрмыз ба? Енді дәл осыны пайдаланып, мынаны қалай табамыз? Үстін деген. Дәл осы жағдайда пайдаланып. Точнее, даже мынаны қоршап қойсам болады тек қана. Ой, мына жерде пропорцияға салдым да. Типа мен досымызға бірінші 2 мәнді салып көрдім. 2,5 дәрежесін, 3,5 дәрежесін енді тауып көрдім. Сосын мына 10 дегені ол 100% қой. 14-ті біз қанша процент екенін білмейміз, поэтому белгісіз деп аламыз. И пропорциядан менде 20-да 44 шықты ғой әйтеуір. Вроде. Қайсысы 100%? 10 позиция тұрған. Анау көбірек қой, неше пайызға көбірек екен. Мынау 100% деп алдым мынаны? Мгм. Так, немесе айтпақшы оқыса бүйтсек. Ау? 14-ті 100% деп алу керек пе? Так, 14-ті жоқ, дұрыс, сен бәрін дұрыс есептедің. Мына, как раз біз 2-ні 100% алып тұрдық, мына жерде көрсем, 2-ні 100% алдық. Дәл солай. Мында да дәл сондай логика негізі. Мынау 100% болса, мынау неше пайыз деп тұрсың ба? Қанша пайыз шықты сонда сенде? Есімде жоқ, қазір есептеп көрейінші қайтадан. Мынау қанша пайыз шықты сонда? Олай да дұрыс сенің логикаңда. Немесе екінші аналогия бүйтіп болады мысалы. Ағай, мен есі дұрыс есептеп тұрған болсам, 120-да 44% болу керек. 20 Жоқ, анау 100% болса, анау 120-да 44% болу керек, вроде. Если различие 20-да 44% болса, онда қосамын ғой просто. Вроде как. Сен осында осындай шықты деп тұрсың, да? Так, на самом деле, мында 20-да 44 шықпайды, на самом деле шығады, қазір көрсетем. Мына просто дәл осы формула салып қараңызшы. Либо мына формула, осы екеуін біріне салып қараңызшы. Розовыйдағы немесе фиолетовыйдағы. Дәл үстіндегі аналогиямен, дәл астындағы аналогиямен салып қараңызшы.
3 2'den qancha foizga ko'p ekan qalay hisobladik buni? Hozir kalkulyatormen. Сонда қалай болады? Ана бөлінген 2 деген ол тұрақты мән ғой, иә? Или мен бірінші санға бөлемін ба? Жоқ, бірінші санға ешқайсы тұрақты мән емес. Үш деген мына сан деген сөз. 2 деген мына санның әдейі астындағы примерлермен көрсетіп тұрмын ғой, оңай. Бұл ешқайсы тұрақты сан емес. Ол просто бірінші сан, екінші сан деген сөз. Мысалы, мына примермен көрсеттім, астындағы бөлек примермен. 1944 шыға ма? Дұрыс, дәл солай. Әне, қалай шықты, не істедіңдер? Сонда неден жазамыз? 7 20-44-дің 3,5 дәрежесінен 2,5 дәрежесіне мына астындағы мына форманы пайдалансақ болады. Ешқандай филетонмен қосылған пайдалануға жүр. Екеуін азайтсақ болады. Либо филетон пайдалансындар болады. Көптеген пайдалансақ болады. Екеуі алдын. 3 2-ден ешесі көп дейсіңдер. 1,5 есе көп. 3 деген 2-ның 1,5 есесі. 1,5 есе дегенне 1,5 дегенде 150% міне. Вот. Көрдіңдер ғой? 150%. Как раз барлығы осыдан шығады екен. Сонда мына жердегі мына форманы пайдалансыңдар болады. Жүзге көбейтесіңдер, қазақстан 100%. Бұл деген көктегі форма осында 1944 шығу керек сендерден. Осындай жауап шығу керек. Мына скриншотты алыңдар, группаға жібере салыңдар. Скриншотты группаға жібере салыңдар. Сәлеметсің бе? Скриншотты алыңдар ма? Иә, келесін істеу Міне, сұрақтарым болса, потом сұрасыңдар болады. Кімге қызық, соны. На самом деле, өте просто есеп. 3 пен 2-ның аналогиясын просто қараңдаршы. Осыны түсініп алсаңдар, любой есеп, осыған ұқсас любой есеп осындай аналогиямен шығады негізі. Так, 7-ші есеп. Бұл өте простой есеп. Оны кім қалай шығарды? Шығара алдыңдар ма? Аха. Менде 10 шықты ғой. Плюс минус 10 шықты, позитив соң 10 шығардым. Дұрыс. Сен шығарғанда көрдім. Анайлы. Сенде шығып бәйт бұл есеп, по-моему, кеше көрмеген сияқтын. Жоқ, мен шығарған жоқпын. Так, бұл есеп қалай? На самом деле, мына жерде не байқауға болады? Мынау деген не бұл? Егер анық көрмейсің, но x квадрат не 25. Дұрыс, мына жерде мынаны байқап тұрсыңдар. Дұрыс, қысқаша көбейту формуласы мына деген. Мынау x минус 5, x плюс 5 деген сөз. Міне, көріп тұрсыңдар ғой, да? А квадрат минус b квадрат это а минус b, а плюс b деген формула это қысқаша көбейту формуласы. Міне, осыдан шығады екен. X квадрат минус 25 деген это 5-ның квадраты. Осыдан шығады екен. Енді қарайық, оң жағын білесіңдер, бөлшекті қосқанда, мына жерде 2 бір-біріне көбейтіледі и мына жерде не болады? Мысалы, x көбейтіледі неге? X плюс 5-ке көбейтіледі, солай ма? Толықтырамыз мынаны, x минус 5-ке көбейтеміз. Сосын астары бірдей, астары бірдей болса, значит, үстері тоже бірдей болу керек деген сөз. Келісесіңдер ма? Сонда 25x тең болады. Неге? Үстіне тең x көбейтілген x плюс 5, потом плюс 20 x минус 5. Осыған екен. Не істеуге болады? Жақшаны ашуға болады. Сонда неге тең болады? 25x тең болады. X, мына жақшаны ашайық. Алғаш жақшаны ашқанда не шығады? Қайсы? X квадрат қосылған 5x.
иә. Қосылған 20x минус 100 болады. Минус 100, иә. Потом, мына жерлерде неше болады? 5x-ті 20x-ті қосқанда 25x шығады да, солай ма? Не істесек болады сосын? Мына 25x-тер, мына жерде 25x-тер екі жағынан құтылып жүрсек болады да, екі жағынан құтылып жүрсек болады. Екі жағынан 25x-ті азайтып жасақ болады. Білесіңдер, теңдеудің екі жағынан бірдей санда азайтса, немесе бірдей санда қосса, теңдеу өзгермейді. Сонда жай ғана x квадрат минус 100 қалады. Ол нөлге тең екен. Егер мына жерден өте просто теңдеу шығады, x квадрат 100-ге тең, x плюс минус 10-ға тең екен. Бізге есепке позитив салу үшін тұр, сол үшін плюс 10 дегенді аламыз. Түсінікті ме есеп? Міне, есепті тоже скриншотты алыңдар, жазып алыңдар. Группаға жіберсеңдер болады, егер жіберген келсе. Міне, жалғастыра берейік. Кеттік, жалғастыра берейік. Надеюсь, үлгеріңдер қарап. Келесі есеп. Мұнда есепті оқып барайық, мұқият. Мұнда есептер өте шаблон есептер, біз оны талай рет шығарғанбыз. Тез етіп оқысақ, не деп тұр екен, не берілген? Не сұрап тұр бізде? Типа екі сызықтық теңдеу бар, бірақ ол бір теңдеудің ішінде тұр ма? И ода ешқандай жауап жоқ неме? Екі сызықтық теңдеу бар, дұрыс, екі сызықтық теңдеу бар. Оның біреуі, міне, is given тұр, one of the equations, біреуі берілген деп тұр, мына көрсін, біреуі берілген. Міне, қайсы көрсіңдер, міне, біреуі берілген. Екіншісі жоқ, екіншісі берілмеген. Бірақ не деп тұр, екеуінің шешімі қандай деп тұр, системаның шешімі қандай деп тұр? Шешім жоқ, значит, параллельно. No solution, значит, не деген сөз? Сызықтық теңдеулерде қандай кезде no solution болады? Екі сызық бір-біріне параллель болған кезде. Дұрыс, дәл солай. Екі сызық бір-біріне параллель болған кезде. Мысалы, мынау былай. Енді ана сен бұл жерді білесің, кеше прям талдадық, күшті етіп. Міне, былай. Солай ма? Екі бір-біріне параллель болған кезде. Себебі шешім деген не білдіреді? Оны талай рет айттық. Екі сызықтық теңдеудің шешімі, олар екі бір-бірімен қиылысқан жерде айттық. Егер ол қиылыспаса, значит, олардың шешімі жоқ. Өте логично. Енді келесі сұрақ. Қандай кезде олар параллель болса не деген сөз, значит? Екі сызық бір-біріне, екі сызықтың қандай ерекшелігі бар? Мысалы, мынау 2x плюс 1 дейді. Анау коэффициенттер бірдей болмайтын бе? Дұрыс, коэффициенттер бірдей болады. Мысалы, мына жасыл 2x плюс 1 болса, мына оранжевыйдың теңдеуі қандай болады? Любой пример айтыңдаршы. Егер екеуі параллель десек. Егер жасыл 2x плюс 1 болса, значит, оранжевый. Анау сондай болады, бірақ андай таңбалар әртүрлі болуы мүмкін ғой, типа минус 2 деген сияқты. Сондай ма? Иә, айта бер. Прям толық теңдеу айтшы, мысалы. Соны қайтадан андай болады, үстіндегідей только мысалы минус 2x деген сияқты, сосын ана бір болып қала ма? Керісінше 2x қалады, бірақ мынау өзгереді, бос мүшесі өзгереді. Минус 1. Ой, минус 2. Коэффициенттері бірдей деген осы вот, коэффициенттері бірдей болып қалады, міне. Тек мына бос мүшесі өзгереді. Яғни, коэффициент дегенде именно x-ның алдындағы нәрсені біз айтамыз, жалпы коэффициент. Именно оны біз не деп айтамыз? X-ның алдындағы нәрсені мына slope деп айтамыз. Түсінікті ма? Slope это x-ның алдындағы нәрсе, бірақ y-ның өзі тұрса жай ғана. Түсінікті ма?
әне бүйтіп тұрса мысалы 3y-тен 2x деп тұрса, слоп 2-ге тең деп сен деген қате, слоп 2-ге тең емес. Оны сендер реттейсіңдер, оны сендер келтіресіңдер y деген теңдеуге. Y-ға келтіру үшін екі жағын 3-ге бөлеміз міне. Вот слоп осыған тең болады. Түсінікті ма? Есеп. Аха. Вот слопқа тең. Енді қарайық, бізден осылай деп тұр міне. Егер екі теңдеудің шешімі жоқ болса, яғни олар параллель болса, онда екіншінің слопы қандай деп тұр ғой, міне what is the slope of the graph, яғни екіншінің слопы қандай. Енді мен айттым ғой, олардың слоптары тең болу керек деп айттым. Значит, бізге просто біріншісін несін табу керек? Біріншісінің слопын табу керек деп айттым. Солай ма? Енді біріншісінің слопын қалай табамыз? Мысалы, мына теңдеу осындай. Слопты қалай табамыз? Ол үшін мен айттым, бірден мысалы linear equation көрсеңдер, бірден стандартный түрін жазамыз дедім. Стандартный түрі қандай? Жалпы y-тен kx плюс b. Осындай түрге келтіру керек дедім. Любой есепті. Келтірейік ішінде, маған айта қойыңдаршы. Бірінші нені жазамыз? Аха. Минус 3 бөлінген 7y тең минус 9-дан 1 x плюс 34. Дұрыс. Енді келесі шаг, мынадан құтылу. Себебі бана айттым ғой мен. Слоп деген мынаған қайда бана кетіріп тастаған екен. Мына осыдан құтылу керек, потому что y-тің өзі тұру керек деп айттым мен. Енді чтобы y-тің өзі тұратындай не істейміз? Аха. Қандай? Минус 9-дан 1 x қосылған 34 бөлінген минус 3 бөлінген 7 деп жазамыз ғой. Қайттан айтып жібересің ба? Минус 9-дан 1 x плюс 34 бөлінген минус 3 7. Барлығын минус 3 бөлінген 7-ге бөлеміз. Әне қарайық, бізге сосын мынау маңызды емес, бос мүшеге қарамай қойыңдар. Плюс 34 үшін маңызды емес, бізге тек слоп маңызды. Так, сонда 9-дан 1 бөлінген нешеге? 3 7. Дұрыс, таңбасын қараймыз. Минусқа бөлеміз ба, или плюсқа бөлеміз ба? Дұрыс, минусқа таңбасымен бірге өтсеміз, әне мына y-дан. Енді бөлу минус 3 бөлінген 7 деген на самом деле көбейту, да, дұрыс па? Көбейту неге көбейту? Өйткені y-ға көбейтіліп тұр ғой. Жоқ, мынау енді бөлу керек емес мынауны. Бөлу деген енді бөлшекте бөлуді білесіңдер ғой. Орындарын не істейміз? Ауыстыра саламыз ғой, ол мен бөліміз. Сонда 7 бөлінген 3 болады. Дұрыс. Еще там минусны ұмытпаймыз. Бірақ көреміз, мына минусна минус нені береді? Плюс. Дұрыс. Сонда не қалады? В итоге қалады бізде 7 бөлінген 27 а. Бос мүше қайталап айтам маңызды емес, потому что бізге тек қана слоп керек. Мына слоп осындай екен. Сонда қай жауап болады? Д ғой, Д вариант. Есеп түсінікті ма? Иә, айтты. Міне, осыны скриншоттап алыңдар, жазып алыңдар. Қазақ жазып алайыншы. Осыны бірінші скриншоттап алыңдар, потом ары жазып алыңдар. Ну, скриншоттап алып еще группаға жіберсеңдер болады, егер басқалар тоже қараған қаласыңдар. Есептерді всегда қайталап қарап отырсаңдар, олар ұмытылмайтын болады. Болды ағай. Так, кеттік, келесі есепке көшейік. Бұл енді өте простой есеп. Себебі оның номері қандай? Себебі номері 3 алғашқы есептер білесіңдер, алғашқы есептер асылы есепке өйлерсіз шығып кеткен есеп. Қайсысы болады екен? Мұқият есепті оқыңдаршы. Иә.
қай вариант бола алады? Мында айтылған ғой, то, что ол ұзын болып саналады, если ол 100 сантиметрден ұзын болса. То есть 107 мен Дұрыс. 160-тың арасы болу керек қой. То есть Д болады. Иә, ол деген не ұзын болады, егер 100-ден ұзын болса. Мына жерде тек единственное Д варианты ғана 100-ден үлкен болып тұр екен. Иә. Ештеңе есептемейміз, ештеңе есептеп керек емес. Просто есептеп оқимыз. И кішкене ағылшынша түсіну керек чуть-чуть. Так, кеттік, келесі есеп. Мына жерде көріп тұрмыз. Мынау фигура не фигура екен, не фигура? Пирамида ғой, который оның табаны андай не, шаршыма сондай. Дұрыс, табаны шаршы пирамида. Кеттік, сонда сызайық. Міне. Так. Но мен енді күшті художник емеспін. Міне осындай пирамида бар. Вот. Так, пирамида сыздық. Енді не дейді? Ауданы 28-де 160 мм. Аудан деген не айтпақшы? Пирамиданың ауданы деп не айтамыз біз? Жалпы көлемі ғой. Ну, типа. Иә. Бұл көлемі емес. Surface area деген array деп атайды бір, это аудан. Иә. Енді surface area деген не ол? Ол деген беттік аудан. Беттік аудан деген не? Бүкіл бетінің ауданы деген сөз. Түсінікті ма? Енді бүкіл бетінің ауданы деген не дейсіңдер? Мына буквально атайтып тұрғанда дәл бүкіл бетінің ауданы, яғни мына астының ауданы, жандарының ауданы, солай ма? Пирамиданың неше беті бар, айтыңдаршы? Бір табаны бар, сосын тағы несі бар? Неше беті бар? Неше жаны бар, жақсы? Неше жаны бар? Жандарынан қарасақ былай. Үшеу ғой, аға, үшбұрыш болған. Жоқ, үшбұрыш дегенде қарайық міне. Точно үшеу ма екен? Мына қарайық, мына алды бар бізге тұрған. Мына оң жағы бар, сол жағы бар. Төртеу ғой. Енді бұл қарындайшы табаны шаршы болса логично, төрт жағы бар міне. Мына аяққа қарсы, мынау төрт жағы ғой. Төрт жағы бар ғой. Солай ма? Келісесіңдер ма или келіспейсіңдер ма? Иә, келісеміз. Төрт жағы бар. Енді ол ағылшынша жазайын, ағылшынша сендер сондай кішкене. Қараңдар, one base and four lateral face деп қойсақ болады, мысалы. Lateral sides десек болады, білмеймін, lateral face дейсіңдер болады. Әне бұл особый surface. Вот осының бәрін қосса, вот surface area шығады екен. Түсінікті ма? Или түсінбедік па? Түсінікті. Түсінікті, молодцы. Енді не дейді мына есепте? Бізде не сұрап тұр, не тапты тұр? Биіктігін табу керек бізге. Биіктігін табу керек. Так, окей. Енді биіктігін қалай табамыз? Мен білмеймін қалай табатынымызды, бірдеңе табамыз, көрейік. Биіктік айтпақшы, мында бір нәрсе бар. Бұл пирамида ғой енді. Оның былай жаңа мынандай үшбұрышты солай ма, келісесіңдер ма? Иә. Асты мына
квадрат болып тұр, квадрат болсын бүкіл қабырғасы бір дейді, а десек болады. Биіктік Мгм. деген не? Биіктік деген это табанға түскен, мына төбесінен табанға түсетін неткен қабырға. Солай ма? Иә. О 90 градус болып түседі, міне. И сендер мынаны көріп тұрмын, мындай бар еще, мына жанынан былай жанына түсетін мына биіктік бар. Көріп тұрсыңдар ма? Мгм. Былай. Екеуі екі бөлек нәрсе, если что, білесіңдер ғой, екеуі екі бөлек екенін түсініп тұрсыңдар ғой. Мынау биіктік, мынау басқа нәрсе. Түсінікті ғой да? Мына жағына. Иә, түсінікті. Бұл аталады slant height, яғни көлбеу биіктік дей ме? Қазақша көлбеу деп айтасыңдар ма? Солай. Көлбеу биіктік дейсіңдер отына. Slant height. Вот солай мына. Мына үшбұрыштың биіктігі, ол бөлек ол ұзынырақ, если что, мына жерде логически көрініп тұр шығар, что это ұзынырақ екен. Вот. Так, енді смысл в чем? Смысл мынада. Не берілген мында қарасақ болады. Мында не берілген? Total surface area қанша дейді? 28.100 ба? 28.160, иә. И four lateral faces, four lateral faces деген мына жағындары 4 үшбұрыш көрсем, мына үшбұрыштар. Оның ауданы қанша дейді? 16.060. Дұрыс. И four lateral faces, так. Lateral faces 16.060. Енді, значит, base нешеге тең екен? Base'нің ауданы нешеге тең екен? 20, жоқ. Логически ойлап қараңдар, base нешеге тең екен? Я. Біз ана бейзді бір жағынан тауып атсақ 12.100 шығар. Дұрыс, base деген это 12.000. Неге 12.000? Потому что base деген это не мына totalдан мына төртеуін алып тастаса, дұрыс па? Асты шықпай ма? Төрт жағын алып тастаса. Келісесіңдер ме? Иә. Сонда base'дің ауданы это қанша? 12.100 да? Иә, 12.100. Base деген айтпақшы это бізде квадрат. Сонда мына астында квадраттың ауданы 12.100 болып тұрса, квадраттың қабырғасы қанша? Бір қабырғасы қаншаға тең болып тұр? 110-ға. Дұрыс, 110-ға тең болып тұр. Егер а квадрат мынаған тең болса, значит аның өзі 110-ға тең. Оны енді калькулятормен есептейсіңдер ғой спокойно. 110-ға тең екен. Окей. Бірақ бізден әлі height тапып тұр мына. Бізден base тапып тұр, бізден height тапып тұр. Енді height'ті қалай таба аламыз? Ара-ара есепті сендерге қалдыра тұрайын кішкене. Тауып көріңдерші, мысалы height нешеге тең екен. Айтпақшы, бір формула жазып кетейін. Lateral face дедіңдер онда, lateral face. Мына ауданды қалай айтамыз? Мынаның ауданы нешеге тең? 4 несінің арт жағы бар еще не. Пирамиданың 4 несінің ауданы мынандай. Жазып көрсетейін сендерге. 4015-ке алайын. Lateral area, lateral area деп жазамын. 4 мына несінің ауданы. Ол деген 2-ден 1 пи көйтілген l-ға тең. Пи деген айтпақшы не квадраттың несі? Периметр мына. Квадраттың периметрі. L деген мына жанындағы height. Түсінікті ма? Жанындағы height мына. Мынау L. Мынау L. Вот осы. Пи деген мына квадраттың периметрі. Вот осы lateral area формуласы сендерге осы. Пирамиданың. Яғни бұл деген білесіңдер ғой, периметр 4-ға тең солай ма? Егер 2-ден 1 болса, значит ол деген просто мына жерде 2а көбейтілген l-ға тең. Ол нешеге тең болып тұр? Ол деген 16.060-ға тең екен. А 110-ға тең екен, значит l нешеге тең екен? Табыңдаршы.
ba ой? Ау. 73 ba? Так. Османдар пока. А нешеге тең? А 10 екен. L нешеге тең? L нешеге тең? 110 емес па? Ау. Ағай, сіз аны 110 деген жоқсыз ба, иә? Аны 110 дедім. Енді L нешеге тең болып тұр мына жерден? 73-ке? 173-ке тең. Кімде 70 шықты? Сол молодец. 73 кімде шықты? Ол деген қараңдар. Көбі бүйтеді. Мына жерден бағанағыдай біреу аны тауып қойып 110 дейді, біреулер 73 дейді. Екеуі болмайды, потому что екеуі хейт емес қой, көріп тұрсыңдар ма? Біз жалпы не тауып отқанымызды көріп тұрсыңдар ғой да. Бірінші мынаны істедік. Бірінші base тауып алдық. Base арқылы біз астын тауып алдық. Потом lateral area-ны алдық та мына. Lateral area-дан кейін мына біз нені тауып алдық? Мына L-ді тауып алдық. L деген не деп айттым мен? L деген мына жердегі жандағы мына биіктік дедім, үшбұрышқа түсіп тұрған, түсінікті ме? Бізден бірақ оны сұрап тұрған жоқ. Бізден басқа нәрсе сұрап тұр. Бізден мына қызылды сұрап тұр. Енді біз мынаны білеміз қанша екенін. Бұл 73 болды. Солай ма? Енді қараңдаршы, маған мына жеріне шектен айтып отыршы, мына жеріне шектен. Мына оранжевый нешеге тең? Кім айтады? Ағай, сұрақ қайталап жібересіз бе? Оранжевый нешеге тең? Оранжевый. 55-ке? Потому что мына қабырғаның жартысы дұрыс қой ма? Жартысы. Сонда қарайық, бізде мындай шығып тұр мына. Мынандай биіктік бар екен, өйткені түсіп тұрған. Жанындағы мындай қабырға бар екен. Мына оранжевый бізге мынандай А бар екен. Аның бұл жартысы дейсіз, что бұл Аның жартысы 55, мынау 73. Мына хейт қанша екен? Мына жер білесіңдер 90 градус екен. Хейт қанша? Жетпіс үштің квадратынан 55-тің квадратына қайтпаймыз ба, ой? Дәл солай. Иә. Аға, 2304 шығады екен, екі сағат айтатын болсам, ол түбірастан салғанда қанша болады білмеймін. Түбірастан салғанда қанша болады? 48 болады екен. Міне. Түсінікті ме есеп? Болады екен, аға, 2304-ді түбірастан шығаратын болсақ. Міне есепті скриншот алайық, міне скриншот алыңдар күштетіп. Бірінші несен жазыңдар. Бірінші біз мына base таптық. Base деген не? Оп оңай таптық, потому что бізге total area беріліп тұр, surface area. Lateral area беріліп тұр, содан азайтып тастадық та base тауылдық. Base тапқаннан кейін біз не істедік? Біз деген бір қабырғасын таптық, 110 екен. Потом lateral area формуласын пайдаландық. Ол деген не? 2/1 периметр of base, яғни астының периметрі көбейтілген L. L деген мына жаны. Сол деген 16/60-қа тең екен. Аны білеміз, яғни бір қабырғасын білеміз. Соны орнына қойдық та периметрдің. Біз L-ді тауып алдық. L 73-ке тең екен таптық. Потом біз оны мындай жерге қойдық. L 73, мына оранжевый 55 екен білеміз, потому что қабырғаның жартысы 110-ның. Біз хейтті таптық. Ол деген просто обычный Пифагор теоремасы екен. 73 квадрат азайтылған 55 квадрат. Түсінікті ма? Есеп түсінікті ма?
бәрі түсінікті. Енді сендерден бір сұрақ пайда болып тұр деймін. Мына формула қайдан шықты? Латерал эриен формуласы қайдан шықты деген сұрақ кімде пайда болып тұр? Ол формуланы кім білмейді, міне жаттап алыңдар. Яғни бұл деген пирамиданың мына жандары бар ғой, жандарының ауданның формуласы. Енді ағай, ол неге олай дейтіндерге сұрақ, міне. Яғни пирамида жандар үшбұрыш, келісесіңдер ғой, барлығы үшбұрыш екенін білетіні да. Солай ма? Мысалы, мынау пирамиданың алды да ойлайықшы, міне, алды бар, міне. Қараңдар, мен мына жері L деп айттым, мына түсіп тұрған биіктік L дедім. Бұл именно жанына түсіп тұрған биіктік, келісіңдер ғой, мына жасылды көріп тұрсыңдар ғой да, жасыл. Ортасына түсіп тұрған биіктік емес, мына именно қабырғаның өзіне түсіп тұрған биіктік, міне. Келісесіңдер да? Мынау. Енді мына асты неге тең? Асты А-ға тең. Солай ма? Кім келіседі? Ағай, келісеміз. Келісіңдер, молодцы. Енді осының ауданы қалай? Үшбұрыштың ауданы қалай? Айтып ойнаршы. Үшбұрыштың ауданы қалай? Кім айтады? Формуласын білесіңдер ма үшбұрыштың ауданының? Жанерке, формуласын айтшы. Жанерке. H бөлінген 2. Дұрыс. Бізде мына жерде біз ашымыз мен L деп айттым. Сонда қалай болады? L бөлінген 2. Бізде қайталап айтамын, H емес, бізде L болып тұр. Мына жерде L болып тұр. Жоқ, енді түсініп тұрмын ғой, мына жерде ол H емес, мен L деп алып тұрмын. Чтобы мына есептегіде болу үшін L дейтіндей. Мына үшбұрышты көрсіңдер, жанындағы үшбұрыш мына. Биіктігі L, астында қабырғасы A. Көрсіңдер ма? Енді пирамиданың дәл осындай 4 биті бар. 4 биті бар дәл осындай. Сонда төртеуінің ауданы қандай? 4 көбейтілген AL бөлінген 2. 4 пен 2 қысқарады, сонда 2 AL болады. Түсіндік пе мына формула қайдан шыққан? Мына формула осыдан шығады. Пирамиданың 4 биті бар, значит 4 AL бөлінген 2 болады. Түсінікті ме есеп? Или түсініксіз ба? Пирамиданың 4 биті болғандықтан осылай болады мына. Мына үшбұрыштың енді аудан білетін шығармыз да, мына үшбұрыштың аудан білеміз ғой. Үшбұрыштың қабырғасы ма? Міне. Есеп түсінікті болды ма? Мен қазір не көрсеткен? Мен қазір көрсеттім нені? Мына пирамиданың lateral areas'ы, мына 4 битінің, 4 биті деген 4 жанындағы үшбұрыштардың ауданы осы формула 2AL деген қайдан шықты дедім? Осыдан шықты мына. 4 биті болғандықтан міне. Түсінікті ма? Бәрін түсінікті ма? Егер сұрақ болса, что қойыңдар ма? Так, болды. Осыны жазып алыңдар, скриншоттап алыңдар, скриншоттап үлгеріңдер ал. Қазір кетіріп тастаймын. Так, все. Келесі ең соңғы есепті қарастырайық. Ең соңғы есеп тоже айтқан, бұл на самом деле оңай есеп деп.
Мұнда бізде QS дегеннің несін сұрап тұр? Мәлін сұрап тұр, ол қайсыны теңдеп тұр осыны. Білесіңдер, синустар тұр, потом косинустар тұр екен, синус, косинус, окей. Q деген бұрыш тұр, Q мына, Q деген бұрыш қарайым. Неге вариантта қарасыңдар, тек қана Q бұрышы ғана беріліп тұр. Значит, Q бұрышына қарайық. Q бұрышына қарайық, мына қарадық, не бар жоқ бізде 17 деген бар екен, 17 деген қабырға бар екен. Ол Q бұрышына қандай жатыр? Қарсы болып жатыр да. Келесіңдер ме? Қарсы бұл қарсы катет. Енді қарсы катет деген қандай теорема? QS деген если что, ол еще гипотенуза. Қарсы катет пен гипотенуза ол деген неден шығатын? Ол деген как раз Синустан. дұрыс, синус Q. Это қарсы катет бөлінген гипотенуза. Но в нашем случае это қарсы катеті 17-ге тең, гипотенуза QS-ға тең екен. Енді мына, значит, деген мындай форма шықпырны. Синус Q это 17 бөлінген QS. Ал QS-ның өзі нешеге тең екен сонда? Аха. Оны D деген атүтке керек. Ой, D ма? Ой. Білмеймін, короче, 17 типа бөлу синус андай Q дегенге келеді ғой. Ответ D емес па ана жерде? Дұрыс. Вариант. Иә, Да. сол ғой. Бұл обычная пропорция енді. Обычная пропорция, просто обычный түрлендіру, QS деген осыдан шығады екен. Это 17 бөлінген синус Q. Да, ответі. Түсінікті ме есеп? Есеп оңай, яғни ешқандай бір қиын есептеп керек емес, жай ғана синустардың анықтамасын білу керек. Синус не екенін білу керек, осылай кішкене түрлендіру керек. Осындай есептерді. Но мындаймен кімде проблема бар? Если что, айта қойыңдар, аға мен осындай түрлендіруден кішкене проблема бар десеңдер. Но жалпы ешкім ондай жалпы айтпады. Білесіңдер барлығын. Так, түсінікті ғой да есеп? Иә, бәрі түсінікті. Так, енді мына айтып отырмын, мысалы, мына S деген бұрыш бар, иә? Осының косинусы неге тең? Косинус S нешеге тең екен? Ja. Гипотенузаның косинус келе жатқан неге тең? катетке қатынасы емес пе? Сонда қалай болады? Прям толық ответ айтыңдар енді. Әріппен ба? SQ бөлінген SR деп? Ол бір гипотенуза, это разве гипотенузаның қатынасы? Жоқ, нағыз іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы ғой. Үстінде 17, астында SQ болмай ма? Иә, дұрыс. Ну, QS-ті алу керек, кетінші былай QS. QS. Бетек QS-ті қайттан түрлендірейікші, неге тең сонда ол? Мына жерден түрлендіріп алыңдаршы осы жерден. Андай бөлшектің үстінде 17, сосын астында косинус S. Дұрыс, дәл солай. Болды, есеп бітті. Так, есепті түсінікті ме екен? Иә. Барлығын шығаруға болады. Ранее сілтедей қиындықтар мынадан артық емес, көбі 80% тесте шығатын есептер, и буквально соңғы бір 3-4 есебі кішкене ойландыратын есептер. Болды, сендер оқушылар қайталап айтамын, сендер барлығын білесіңдер, уже барлығын үйреніп тастадыңдар. Точнее, өтіп тастадыңдар енді, кім үйренді енді, ол